Ассалаумағалейкум. Қадірлі халайық, премьера құтты болсын. Бұл бір ерекше күн болды. Бәкір ағамыздың тойы осылай басталды. Мынандай сөз бар, Есенғали Раушановтан қалған. Табиғат тазарып тұру үшін оған жан бір керек дейді. Адамзат тазарып тұру үшін оған өнер керек дейді. Жанымызды тазартып, бір рахат сезімге бөледі бүгін күн. Мен ойлаймын, осы Бәкір ағамыздан кейін қаншама осы жерде енді бұрынғы жарықты жазушылар одағы атанған, жарғамыстан шыққан бүкіл ұлыларды айтпай-ақ қойғанның өзінде бүгін арамызда жүрген адамдарды да бір құрметтеуіміз керек қой. Біз Өтежан ағамызды, Есенбай ағамызды, Сағи ағамызды, Қажығали ағамызды, Сәбит ағамызды бәрін жақсы көреміз, құрметтейміз. Бірақ осы өлкеде осындай шығарманы тудырып, осы сахнаға Бәкір ағамыздың 100 жылдығына алып шыққан адамдарға да бір ерекше алғыс айтқан жөн болды. Мен енді талай жерде театрлардың, осындай халық театрларының, болмаса республикалық театрлар байқауында қазылар алқасының құрамында болып қалатын жайым бар. Әр жердің өнерін көремін. Бірақ бір сүйсінетін, біреу енді осы сөзді көрсе ертең айтады ғой, Орал өзінің туған жерін мақтап қойды. Бірақ мынандай нәрсе, өлеңге ғашық өлкенің балалары, ұл қыздары сахнаға шыққан кезде сөз түзеледі. Сөз түзелгесін тыңдаушы түзеледі. Яғни айтатын сөзін халыққа қазақы мәнмен, үнмен жеткізеді. Бұл үлкен еңбек. Басқа жерлерден кейде көріп қалам, актер, сахнаға шыққан өнер адамы айтып тұрған сөзінің мағынасын түсінбей айтып тұрған жанын жейді. Ал бұл жерде тұрған балалар, Байғайынның топырағынан шыққан балалар ғой. Сол жазылған сөзді, жазылған жырды кеседен кесеге құйғандай қылып жеткізеді. Кім өте бай, мағыналы дауыс ырғағымен әдемі сөйлеп тұрса, мен ойлаймын, ол осы өлкеде туған шығар, Айғайын. Мен жаңа ортамызда жүрген азаматтар деп айтты ғой, мысалы, Серікбай Қайдасов ағамыз, Бәкір Тәжібаев ағамыздар кейінгіде осы Байғайын өнерінің сөз өнерінде аты қалған жігіттер. Елубай Қаймақбаев, мысалы. Осы жерде жаңа Айнабек Жеткербаев деген жігіт жүр. Осы сценарийдің көбісі осы жігітті деп ойлап тұрмыз. Бәрі? Сонда осындай жігіттер барда өнер өлмейді. Мына біз осындай қойылымды Айбек Мұратқалиұлы мынау тек қана Байғайынның көрермендері көріп қана қоймау керек. Мүмкіндігімізше көрші жатқан Қызылқоға, Әрсі, Бейнеу, мынау Алға, Мұғалжар, Темір, біздің елдің жастарынан бәрі үлгерсе деймін. Премьера құтты болсын. Бүгін өзі бір емес екі адамның туған күні ғой енді. Бәкір Тәжібаевтың 100 жылдығы дейміз. Ол кісі 15 мамыр күні 1926 жылы
Ақбұлақта дүниеге келіп 1994 жылы 8 қарашада Алматыда дүниеден өткен. Ал өзінің туған күнінде дүниеден өткен тағы бір адам болса, ол біздің Сағи Жиенбаев. Ол кісінің туған күні 15 мамыр, қайтқан күні де сол. Сағи ағамызды да бір ауыз айтқан жөн шығар деп ойлаймын. Бүкіл қарттар күнінде, бүкіл Қазақстанда бір-ақ өлең айтылып жатыр. Досхан Жолжақсыновтың әні ол. Өлеңін жазған Сағи Жиенбаев. Дүниеге келер бір рет, дария кеуде толмысын, құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман саумысың. Арада жылдар жөңкіліп, алыстап кеттім біртіндеп. Айта алмай ауыз толтырып, ассалаумағалейкум депті. Сағи ағаның да өлеңдері көйнекті. Көлдерін көктен көрмеген, көктемге қазбай оралып, ауылға тартып мен келем, ақжібек бұлтқа оранып. Ол кісінің де әруағы осы жолда жүрген шығар. Бір қазақта керемет сөз бар. Екі дүниең абат болсын, қос тойың қабат болсын деген. Той жалғасын таба берсін. Рахмет.